Барлықтарыңа сәлем, Сарбал арнасына қош келдің. Жумон сериалын көріп едіңдер. Егер көрсеңдер керемет, ал көрмегендер менімен бірге видеоны соңына дейін сериалмен танысып қызықтаңдар. Біздің арнамызға 90% оқырмандар тіркелмей көреді екен. Тіркелу тегін, сондықтан аямаңыздар, тіркелу батырмасын басыңыз. Ал біз осы сияқты үздік пікірлерді көз алдыңызға шығаратын боламыз. Баяғыда үлкен Чосон атты мемлекет болған, бірақ оларға бір жыл бойы Қытайлық хан империясы өздерінің мықты сауыттарын киіп шабуыл жасайды. Аз ғана уақыттың ішінде Чосон елінің аузын айырып, мұрнынан қан ағызып, төбесінен садақты жаңбырша жаудырып жеңіп кетеді. Бірақ бұл елдің ішінде шегірткенің айғырындай бірнеше батыр Хэмусу секілді жігіттер хан еліне қарсы шайқасады. Ал хан елінің сарайында адам өлтіруден жарыс болып, оның финалына екі бірдей жауыз Гымуамен қарсыласы шыққан екен. Шайқаста Гымуа жеңіп, енді марапаттау алғалы жатқанда, мұнда Хэмусу келіп, Гымуаны шайқасқа шақырады. Екеуінің шайқасы Хэмусудың Роналдудың өзі теп алмайтындай соққысымен тоқталып, оның тепкен найзасы өңкей бір ағайлар мен сығайлар отырған жерге барып, елшін өлтіреді. Кейіннен мұнда Хэмусу әскері мен хан елінің әскерінің арасында шайқас басталып, соңында Хэмусу әскерін алып кетеді. Кейіннен Гымуа шайқас кезінде уланған қарудан жарақат алғандығы белгілі болып, Хэмусуға ермей, еле Пуйо еліне қайтады. Түсінбей қалсаңдар айтайын, бұл Гымуа Хэмусудың роднойы, ал олардың шайқасы хан еліне құрылған тұзақ еді. Онысымен қоймай, бұл тағы да Пуйо елінің ханзадасы. Хэмусу әскерінің шайқасы кезінде хан елінің тұтқынында түскен Чосон халқы қашып кетеді. Ал Пуйо елінің басшылары осы босқындарға көмектесеміз бе деп бас қатыруда. Ал жарақат алған Гымуа әйтеуір түнімен бақырып шақырып болсын емделіп жазылады. Пуйо елінің көріпкелі хан мен елшіні өзіне шақыртып, аспаннан үш аяғы бар құсты көргендігін айтып, мұны жамандықтың белгісі деп ойлап, ханның миын аштады. Ал хан елі маңайындағы ел басшыларын жинап, Чосон елінің босқындарын өздерінің жаңа қарулы әскерімен жиналған басшылардың алдында өлтіреді. Бұған төзбеген Юхуа бұл не деген жауыздық, тоқтатыңдар деген сөздермен түрмеге қамалады. Кейіннен Гымуа джентльмендік қырынан көріну үшін осындағы досы Яңджоннан өтініп, қызды босатады. Хан елінің болат сауытты әскерін көріп түшіп қоя жаздаған Пуйо басшылары өздеріне келген босқын халықты қабылдамай жібереді. Ал Хэмусу болса, хан елінің жасаған ісін естіп, өз адамдарын алдағы хан елімен болатын соғысқа дайындай бастайды. Және олардың болат сауыттарының қандай екенін білмейтін. Гымуа болса сарайда жүріп, папасына ұсталып қалады. Бұл жолы демекмен емес, Хэмусуға хат жіберу барысында. Әкесі болса оның ісіне күйінеді. Ұлы Хэмусумен бірігу керек десе, патша келіспей, екеуінің әңгімесінің бірлігін қашырып ұрысады. Хэмусу болса, хан елінің керуеніне шабуыл жасап, болат сауытты әскерден өліп тұрып таяқ жеп жарақаттанады. Әдеттегідей батырымыз суға ағып, тірі қалады. Ал оны жаралы күйінде кім тауып алады? Әрине, Юхуа как раз бұл қыз әкесінің ұсынған адамына тимеймін деп жүрген уақытында Хэмусу қыз үшін жақсы бір вариант болды. Батыр жазылған соң Хэмусу қыздың бала кезден бергі ғашығы екені белгілі болады. Бірақ ол батырымыз өзін құпия ұстап, қызбен басқаша атпен таныстырады. Ал олардың ауылдарына хан әскерлері келіп, Хэмусуды жасырсаңдар, ауылдағы тышқақ дейін өлтіреміз деп оларды шошындырып кетеді. Ал әкесі қыздың үйінде танымайтын адамның жүргендігін біліп, оның Хэмусу болып шығуынан сақтанып, хан әскерін ертіп оның үйіне дейін келеді. Үйден Хэмусуды іздегенмен бұл пысық ендігі жоқ болған екен. Ал әскерлер болса, қыздан ол адамның кім екенін сұрай бастайды. Осы кезде қыз өтірікті қосып, үйде болған адамның Хэмусу емес екендігін айтудың орнына, иықтан жараланған, өзенмен ағып келгенін айтып, оның Хэмусу екендігін дәлелдейді. Бұл өз-өзіңді ғана емес, ауылды өлтірткенмен тең. Әскерлер ауылды түгелдей қырып, Юхуаны тұтқынға алып кетеді. Хэмусу батырымыз болса, Ентабель атты бай саудагердің керуеніне кездеседі. Ал саудагер оның қонақ етіп, кейіннен өз қызметшісі етіп алады. Хан әскерінің қолына түсіп, ит қорлықпен айдалып келе жатқан Юхуаны түнде Гымуа ханзада адамдармен бірге құтқарып алады да сарайға орналастырылады. Саудагердің әйелі босануда. Онысымен қоймай, бұларға қарақшылар шабуылдайды. Бақтарына орай Хэмусу оларды шемішке шаққананда оңай өлтіреді. Ентабельдің рахметін алып, күзетші атанады. Негізінен Ентабель оның Хэмусу екендігін білетін, және оны хан елінің әскеріне ұстап беруді жоспарлап та жүрген болатын. Айтқандай, Ентабельдің әйелі шекесі торсықтай, ұл емес қыз туады. Хэнто сарайына жеткен соң, Ентабель батырдың жасаған жақсылығын ойлап, оны ұстап бермей, Хэмусуға бәлеңнен аулақ деген оймен қоштасады. Айтпақшы, Хэмусу Хэнто, яғни жау сарайынан Юхуаны құтқармаққа келген болатын, бірақ онда қызды өлді дейді.
Бұл уақытта сарайда Гымуа Юхуаны көріп, екі езуі құлағына жетіп жүрген екен. Кейіннен Хэмусу екеуі кездесіп, Гымуа оны әкесімен кездесуге шақырады. Патшаның қабылдауында Хэмусу біріксек, хан елін смело жеңіп тастаймыз деп келіседі. Барлығы бірігіп, әскер жинап дайындалуда, ал сарайдағы Юхуа соғысқа көмектесуге аттанады. Онда жүріп Хэмусу екеуі махаббат болса, олардың бұл істерін көрген Гымуа араққа салынып кетеді. Ал ақымақ бұйы басшылары Хэмусуға күдіктеніп, оны сатып кетуді шешеді. Бір күні хан елінің әскерлері мыңдаған халықты тұтқынға алып кетеді. Оларды құтқаруға Хэмусу кетеді. Ал Гымуада бірге бару үшін әкесінен сұранады. Әкесі рұқсат бергенмен, оның ойлаған бір қулығы бар екен. Олар хан елінің әскерлеріне Хэмусудың шабуылдайтынын айтып қойып, Гымуаны шайқасқа кешіктіріп жібереді. Хэмусу адамдары шабуыл кезінде тұзаққа тап болып, өңкей болат сауыт кигендерден таяқ жеп қолға түседі. Кейіннен Хэмусудың Қытай әскерлерінің қолына түскендігі белгілі болып, Юхуа Хэнто сарайына кетеді. Барса батырды ағашқа қадап қойыпты. Оның үстіне екі көзін ойып тастаған. Ал Юхуа болса, оған жақындап, екі қабат екендігін айтуға тырысуда. Гымуа оны алып кетіп, Хэмусуды құтқаруға уәде береді. Хэмусуды хан патшалығына апаратындықтарын естіген Гымуа досын құтқару үшін әкесінен әскер сұрайды, бірақ ол келіспейді. Кейін елші Гымуаға әкесінің пойы ел үшін Хэмусуды жауға ұстап бергендігін айтып береді. Сонда да Дамуль жасағының жігіттерін жинап, оны амал айламен құтқаруға ұмтылады. Хэмусуды бөлек атқа мінгізіп, шайқас орнынан алып кетпек болғанымен, екеуінің жолы екі жаққа қарай кетеді. Көз көрмейтін батырды жарта шетіне алып келіп шарасыздықтан денесіне екі оқ тигізеді. Кейіннен өзі де суға құлайды. Ал осының бәріне шеттен қарап тұрған Гымуаны көреміз. Өлетін Хэмусу өлді. Юхуа босанып, ұлды болды. Аты Жумонг. Гымуа болса достың баласына өз баласындай қарауды шешіп, оларды өз қамқорлығына алуды қалайды. Бірақ Юхуа сарайда қалғысы келмейді. Ал сарай ішіндегі миы қатты жасайтындар Жумонг балақайды Хэмусудың баласы деп ойлап, анасы мен баласын өлтіруді жоспарлайды. Сарай қолбасшысы Юхуаның орналасқан үйіне осы іспен барады. Юхуа болса орманға баласымен бірге қашып кетті. Онда хан патшалығының әскерлеріне кезігіп, олардан соң қайта қолбасшыға кезігеді. Екеуінің арасындағы болған әңгімеден Юхуа Хэмусудың патшаның құрған тұзағынан өлгенін біліп алып, енді өлейін деп тұрған жерінен найзағай осы бір қолбасшының қылышына түседі. Күйеуін өлтірген патшалықтан кек алу үшін Юхуа баласын алып, Гымуа ханның қоласына барып әйел болады. Ал Гымуаның әкесі қайтыс болып, өзі хан атанады. Арада біраз жыл өтеді. Соғыста жүргеніне бір жыл болған Гымуа ханға 3 ұлы Тэсо, Йонпо, Жумонг келіп қосылады. Олардың келуімен шайқас басталып, соғыс кезінде Жумонг қылышта салмай, өлім аузына қалса да, Тэсо олардың басшысын өлтіріп, авторитет атанады. Кейін бұларды ақылдасып, сарайға қайтуды шешеді. Жумонгты кезіндегі Хэмусу секілді батыр қылып, Чосон елін құтқаратын хан етем деген мақсат ұстанған Гымуа үшін бұл орындалмағандай арман еді. Жумонг өте әлсіз, әрі ақмақтау болып өскен болатын. Сарайда ханның келуіне орай той басталды. Ал Жумонг болса қызметші қызға қарындап, оны бөлек бөлмеге алып барады. Екеуі сонда құлыпталып қалады. Ал сарай ішінде Жумонгты іздеп жатыр. Кейіннен Йонпо Жумонгты тауып алып, істеген ісін жариялайды. Қызға зорлық көрсеткен үшін ханнан ұрыс естіп, енді 40 түре соғылайын деп тұрған жерінен Тэсо ағасы оны қасиетті садақа жасайтын сапарға алып кетіп, жазалауды айтады. Негізінен бұл Тэсоның інісі де, мамасы да бұл Юхуа мен Жумонгты ұнатпайтын. Себебі әкесі Гымуа осы екеуі Юхуа мен Жумонгқа көп көңіл бөлетін. Тэсо болса осы сапар кезінде Жумонгты өлтіруді көздейді. 3 ханзада қарапайым адам секілді киініп, Сиджо тауына орналасқан қасиетті садақты табу керек болады. Сапардың бастапқы күндері әдеттегідей өтіп, ертесі күні Тэсо жол бастау ісін інісі Жумонгқа тапсырады. Ал бұл аңқау орман ішінде артына қарамай келе жатып, адасып батпаққа ұрынады. Ал Тэсо мен Йонпо әдейі кетіп қалады. Жумонг батпаққа бірте-бірте бата бастайды. Айналасында ұстайтын ештеңе қалмай, басымен кірді. Осылайша Жумонг өліп, сериал аяқталды деп ойлаймыз, себебі Жумонг басты кейіпкері. Сосын атты қыз оны батпақтан алып шығып, өз адамдарына алып келеді. Айта кетсек, бұл Ентабелдің қызы, және де бұл жер соның сауда керуені. Жумонг сарайдан шығып көрмеген, әрі ханзада болған соң дөрекі сөйлейді. Сондықтан сосын одан бір плотно таяқ жеп алады. Кейін бұлар Жумонгты өздерімен бармайын десе де алып кетеді. Ентабел қызын адамдармен бірге қылыш саудасымен келісуге жіберген екен. Олар өте өткір қылыш жасап шығып, соны сатпақшы болады. Бірақ сатып алушылар ол қылыштарды көріп, ақшасын төлегісі келмей, тиісінше оларды өлтіріп, тегін қылышқа ие болғысы келеді. Бірақ керісінше өздері ұтылып, қылышсыз қалады.
Сауда сәтсіз аяқталды, ал Сосоны көңіл көтеру үшін Жумоңды жекпе-жекке шығарып, жеңсе еркіндік беруді шешеді. Алғашында ақ саусақ бала бір құлап алғанмен, кейін бойына күшін жинап, қарсыласын тәтті ұйқыға жібереді. Кейін Сосоны оны Седжо тауына дейін жеткізіп тастайды. Жумоң болса кетерінде тармай сетпей, Сосоныға сезімін білдіріп кетеді. Ал Тесомо Ньонполардың садақ іздеу атты хикаясын айтсақ, бұл екеуі оны таппай, біраз әбіржіді. Сосын әрең дегенде үңгірді, одан соң садақты тапты. Оны көрген екеуі садақтың жібін ілмекші болады, бірақ не аюдай денесі, қасқырдай духы жоқ екеуі де іле алмай түрлері салбырап үйіне қайтады. Жумоң болса қайтар жолда бұларды кезіктіріп, тығылып әңгімелерін естіп қалады. Сол әңгіме арқылы екеуінің Жумоңды әдейі өлтіріп жоспарлағандығын біліп, біресе өкініп, біресе шындықты естігеніне қатты қуанады. Кейін бұл үңгірге келіп, садақтың жібін іледі. Сосын қопалданып садақты сындырып алып, дым білмегендей орнына қойып кетеді. Ағайынды екеуі түрлерін дайындап, ханның алдына келіп, жылап тұрып Жумоңдың өлгенін айтады. Анасы болса Гымуаға іздеуге өтініш тастайды. 300 әскерді іздеуге жібергелі отырғанда, Жумоң бала өзі-ақ келе жатыр екен. Гымуа хан 3 жылын шақыртып, сапарларының нәтижесін сұрағанда, Тесо садақты тауып ілдім деп алдаса, Ньонпо садақты тапқанын айтады. Жумоң болса садақты сындырған ісі ашылмас үшін үңгірге жете алмадым дейді. Кейін анасымен оңашада отырып, ағаларының өзін өлтірмек болғанын айтып береді. Осы жерде өзіміздің бірінші бөлімімізді аяқтаймыз. Екінші сериалды міндетті түрде шығарамыз. Бүгінге осы достар, келесі бөлімді өткізіп алмас үшін арнамызға міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видеода кездескенше сары баладан видео күтіңіздер.